енді бүгін біздің тақырыбымыз проекциялық сызу, модельдердің іш көрінісін көрсету. Модельдің, яғни. Енді әрқайсының қолдарында модельдер бар. Енді модельдердің іш көрінісін қалай табу керек? Енді мына модельге қарасаңдар, бас көрінісі қайсы екен? Қалай табу керек? Бас көрінісі, егерде бұйым толық көрініс беретін болса, ол бас көрініс деп білінеді. Мысал үшін, мына жағы бас көрініс болмайды. Бас көрінісі мынау. Яғни фронталь проекциясы деп есептеледі. Ал төбесінен қарағаны ол горизонталь проекциясы. Жанынан профиль проекциясы. Осы модельдің біз үш көрінісін үш жазықтыққа түсіруіміз керек. Ең алдымен біз бұның проекциясын сызу үшін біз ось координаттарды сызамыз. X, Y, Z. Сол жағына болады бізде X ортасында 0, асты бізде болады Y, болады бізде Z, жағы болады Y, 1. Енді мына жазықтық бізде фронталь көрінісін орналастырамыз. Мында біз горизонталь көрінісін, Z пен яғни Y1-ге біз орналастырамыз профиль көрінісін. Қалай болады жазықтықтарда? Ал енді жаңа айтып кеттік, фронталь көрінісі, фронталь көрінісі, алдынан қараған горизонталь көрінісі, профиль көрінісі. Енді модельдің алдында, модель сызудың алдында біз компоновка жасауымыз. Компоновка деген не? Компоновка деген ол сызбаны қағазда дұрыс, яғни форматта дұрыс орналастыру. Сондықтан біз енді ось координатынан 25-30 мм, яғни мұнда біз 20 мм, енді мұнда кәдімгі үлкейтіп көрсеттім, ал енді дәптердеріңе, форматтарыңа сендер үлкейтіп жасасыңдар. Сенеске, бұл компоновка жасау үшін біз айтып отырмыз ғой, көмектесу сызбасы. Не болмаса, орысша айтады вспомогательный. Вспомогательный сызба деп айтады. Осы үш жазықтыққа, яғни фронталь, горизонталь, профиль жазықтығына біз осы моделімізді түсіруіміз керек. Яғни, сендерге бәрдеріне жақсы көрінісі үшін мен бұл модельді сәл үлкен қып сызамын. Сендер сол модельдің өлшемдері бойынша сызасыңдар. Мен 2 есе үлкейтіп сызамын. Ал енді жаңа айтып кеттік, модельдің ұзындығы 20 болатын болса, біз оны 40 сызамыз. Белгілеп алайық. Биіктігі бізде 10 болса, біз 20 сызамыз. Ал енді бұндайда мен сендерге айтайын, тек қана сызғышпен емес, бізде тағы да осы циркульмен де көмектесіп сызуға болады. Циркуль. Мысал үшін, біз міне биіктігін өлшеп түсіріп алдық, ал осы биіктікті біз өлшеп алып, міне, мұнда да қойып отырып сызуымызға болады. Тек қана сызғышпен емес, осы циркульмен де қолдануға болады. Жіңішке сызықпен сызып аламыз. Енді бізде биіктігі белгілі болды. Енді ең төбесінен қарағанда бізде, яғни олда болады бізде 20. Жаңа айтып кеттім, циркульмен де бұны сол өлшеп алдыңдар. Ал енді осы өлшемді мұнда сөктермен болады.
Ал енді жалпы бізде алдыңғы және алдынан және яғни үстінен бұл горизонталь көрінісі, фронталь көрінісі біз жалпы несін таптық көлемі. Енді жанынан енді қарасаңдар жаңа жанынан сонда бізде модель, бізде бұлай тұратын модель болса, біз оны бұлай әкеп қоюымыз керек. Яғни егер бұлай тұрса, біз мына жақ жанынан қараймыз. Осы жақ жанынан. Ал енді бізге биіктігі, яғни биіктігі бізге белгілі. Сондықтан біз мынадан жіңішке сызықпен сызып аламыз. Жаңа ғана айтып кеттік, бізде арақашықтық болу керек ме? Сондықтан бұнда да арақашықтығын жаңа ғана 20 мм дедік, соны жіңішке сызықпен сызып аламыз. Енді мына иенін қалай түсіруге болады? Мынадан өлшеп алдым. Енді осы өлшемді мұнда қойып, біз иенін таба аламыз. Енді осының бәрін жуан сызықтармен бізге сызып шығу керек. Шетін белгілеп. Енді бұйымда, егерде бізде бұйым екі жағы бірдей болатын болса, үстінен қарағанда, жанынан қарағанда, алдынан қарағанда, онда осьтік нүктелі сызық сызылады. Үздік нүктелі деп айтады, енді орысша сирай деп айтады. Ол не үшін керек? Тағы да айтам. Егерде тағы да айтам, бұйым егерде тең болатын болса, жан жағы, онда ол міндетті түрде сызылады. Ал енді жаңа айтып кеттік, бізде 40 болады деп. Енді сондықтан біз осының тең ортасын табу үшін біз 20 деп алдық қой жаңа. 20-ны екі есеге қойдық қой. Сонда бізде 20 деп алсақ, тең ортасы, не болады бізде тең ортасы. Екі жағы бізде бірдей болады. Сондықтан ортанда сызық. Бұл жіңішке болып кетеді. Және бұйымнан 5 мм-дей шығып тұру керек, негізі бұйымнан 5 мм. 5 мм. Ал енді мұнда алдынан қарасақ, бізде мынандай ойық бар. Бұл ойықты қалай саламыз? Жаңа ғана айтып кеттім, бізде бұндайда циркулятор жақсы көмектеседі. Енді қазір өлшеп алайық, бізде мынаның ені 10. 10-ды 2-ге бөлеміз. Сызғыштан өлшеп алдық, 2-ге бөлеміз. Сонда бұл болады бізде 5. Жіңішке сызықпен біз бұлай жібереміз. Төмен түсіріп, ал енді бізде белгілі болды. Енді мына екі ортаны, яғни мына екі ортаны биіктігін өлшеміз. Бұнікі бізде 20, яғни мұнда болады 40. Ал енді жоғары жағынан қарағанда
өздерің көріп жоғары. Бізде екі сызық болып көрінеді. Ал енді мына сызықтың екі жағында кертігі бар. Қарасаңдар. Ол бізде мына профиль көрінісінде табуымыз керек. Тағы да екіге бөлеміз. Бізде жаңа біз жанын өлшегенде біз 10-20 дедік, яғни біз оны 10-ға аламыз. Тең ортасын табу үшін осьтік сызумен бөлеміз. Енді қарасаңдар бізде мына алдыңғы көріністі және төбеңгі көріністі мына табуымыз керек. Мына көріністі мына екі кертік бізде көрінбейді. Сондықтан оны қандай сызықпен ұстаймыз? Үздік сызықпен ұстаймыз, әрине. Енді жаңа айтып кеттім, бұл модельде сызғанда төбесінен яғни нақты көрінеді, ал мұнда көрінбейтін сызықтар болады. Сондықтан біз мұнда да осьтік сызу жіберуіміз керек. Тең ортасын табуымыз керек. Жаңа өлшегенде бізде мұнда болды 20. Енді осы кертікті, мына тұрған кертікті біз өлшеп алуымыз керек сызғышпен. Мұнда 20, яғни біз оны 40 аламыз. Сызғыштан өлшеп алдық сызғышпен. Енді оны біз қоюымыз керек. 1, 2, мұнда қарастамыз, белгілейміз. 1, 2. Белгілеп алдық. Ал енді осының тереңдігін, мына тереңдігін өлшейді. Тереңдігін өлшесек, онда бізде 20, яғни болады 40. Мінеки көрдіңіздер ғой. Енді артық сызықтарын біз алып тастаймыз. Артық сызықтарын біз алып тастаймыз. Артық сызықтарын біз алып тастаймыз. Төбесіне қарағанда енді фронталь көрінісінде жаңа айтып кеттік, мына екі кертікті, мына тұрған екі кертікті осынан табуымыз керек. Жаңа төбесіне де тауып түсіре салуға болады. Астынан да үстіне қарайсыз фронталь көріністі табу. Оны қалай табамыз? Енді жаңа проекциялық байланыс деп айттық. Көмек жіңішке сызығы деп айтады оны. Ал енді бұл бізде көрінбейтін сызық, сондықтан бұл үздік сызықпен сызылады. Үздік сызықпен сызылады. Жуан үздік сызығы. Енді қарасаңдар, міндетті түрде мына сызықтар мұнда тиіп тұру керек. Неге? Себебі стандарт бойынша осылай ғана дұрыс болады. Осылай ғана. А басқадай, егерде мынарға жетпейтін болса, ол дұрыс деп есептелмейді. Стандарт бойынша. Жуан сызықпен контурын сызамыз.
Тоң-тоң белгілейміз. Тоң-тоң белгілейміз. Артық сызықтарын біз өшіреміз. Енді үшінші көріністі табу үшін бізде көрінбейтін сызықтар, міне мына сызық бізде көрінбейді. А мына сызық, яғни жақсы көрінеді. Енді осыны түсіру үшін, яғни біз былай қосымша сызықтармен де жасауымызға болады, бірақ циркульмен өлшеп сызуымызға да болады. Мысалы, біз міне жаңағы ортасын таптық, енді міне мына араны өлшеп, міне көрдіңдер ғой? Осы араны өлшеп, екі жағы бірдей ғой. Сондықтан оны ортасына сызамыз, белгілейміз ме? Жоғарғы жағында да. Енді бізде мына сызық, ойық. Біз осында түсіреміз. Оны қалай түсіреміз? Енді сызықпен алсақ, өлшеп. Яғни бізде нарадан өлшеп түсіріп алуға болады. Міне ортасынан. Міне. Бұлай міне қойдық, бұлай белгіледік. Одан басқа бір тәсілі ортасынан қойып, бұлай мен сызуымызға да болады. Тең ортасын табуға. Ортасын үздік. Сызық себебі бұл бізде көрінбейді. Жақсы көрінісі үшін мен сендерге жуанғып мынаны сызайын. Ал енді бізде осы бұйымның үш көрінісін таптық, енді өлшемін қоямыз. Өлшемін қойғанда бізде өлшемдер қайталанбау керек. Мысалы, егерде біз мына бұйымның ұзындығын мұнда қойсақ, онда мұнда қойылмайды. Мына бұйымға қойылмайды. Өлшемдер қайталанбайды. Қандай арақашықтықта болу керек өлшемдер? Енді бұйымнан ең бірінші 10 мм-де, екіншісі өлшем кетсе, ол 8 мм-де болу керек, стандартқа сай. Ұзындығы біз, бұл сызып алайық. Мына енді сызғыштың ені менде жаңа айтып кеттім, біз 40 мм-де алдық. Мұнда біз 40 деп алдық. Мен сендерге көрсетейін, 40. Артықтарын өшіреміз. Мына өлшемдер қайталанбайды. Қарасаңдар, мұнда бізде осы екі орта бізде 10 мм болу керек. Ал егерде біз тағы да бір өлшем кететін болса, ол 8 мм-де болады. Биіктігін.
18. Так, енін. Мұнда енін қоямыз. Енді байқасаңдар, міне бізде биіктігі бар, ені бар. Міне, ал енді біз осымен проекциялық сызбаны толық аяқтағанымыз, тағы да қандай өлшеп жетпейді. Бізде мына екі арқада осы биіктік, ені, біз соны білуіміз керек, қойымыз керек. Жалпы бұл өлшемді шығарып мынаға да қоюға болады. Осымен бізде мына модель бойынша осы бізде толық аяқталды. Енді келесі сабақта біз аксонометриялық проекция бойынша осының жалпы көрінісін аксонометрия кезінде табамыз. Жалпы көрінісін. Бүгінгі бізде проекциялық сызба фронталь көрінісін, горизонталь көрінісін және профиль көрінісін табу керек болды. Біз оны таптық.